Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазіргі уақытта қашықтан оқу барысында көп уақыт монитор алдында отыратындықтан көзіңізге біраз ауыртпалықтар түседі. Көздің адам өміріндегі маңызын әрқайсымыз жақсы білеміз. Егер де көзіңіз қараудан талықси бастаса, сізде шаршаудың белгісі пайда болды деген сөз. Әрі қарай барлық тапсырманы орындау үшін күшіңіз жетпей қалуы мүмкін. Не істеуіміз керек? Монитор алдында ұзақ отырғаннан кейінгі көзіңізді демалтудың кеңестеріне құлақ түріңіз. Көзді қатты жұмамыз. Өйткені ұзақ уақыт көзді ашып қарап отырғанда көз жанары құрғақтанады. Сондықтан ылғалдандырып отыру үшін осы жаттығу жасаймыз. 1 минутта тез жыпылықтатамыз. Көз жанарын жоғары төменге, оңға, солға қараймыз. Жаттығуды 2 рет, одан да көп қайталауға болады. Одан кейінгі жаттығуымыз көз қарашығын сағат тілімен және оған қарсы айналдырамыз. Жаттығу кезінде басыңызды қозғамайсыз. Алысқа көз тігу жаттығуы. Терезеге жақындап, жақын жердегі затқа 10 секунд қарап, содан соң алыстағы бейнеге 10 секунд қарайсыз. Оқушылар, осындай жеңіл жаттығулар арқылы көзіңізге күтім жасауға болады. Сіздерге сәттілік тілейміз.